Қайырлы кеш болсын, қалайсыздар? Эфирде көргендеріңіздей өзімнің жерлесім Арыстың қызы міне осы кісімен таныс көрейік деп. Қалайсыз? Жақсыз ба? Мені бұлай тани бастадыңыз ба жайлап? Иә. Болды, бір орында тұрмайды екенсіз. Болыпты онда. Сол ағайындар кездесу жасап, кешке Алматымен жайлап серуендеп кетіп баратқанымыз бар, әңгіме айтып. Анан танисың ба десем танып қалады, мынаны танисың ба десем танып қалады. Өзіміз жақтың қыздары зор екен ғой, әйтеуір әңгімеміз бір жерден шығып жатыр. Не дейсіз? Зор деймін. Міне зор деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Шымкентский қыздарда бұл. Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Айнаға келдік, значит біз студиядамыз. Студияға келдік. Қалайсыздар өздеріңіз? Өстіп әдемі болып киініп алып, бүгін ортаға шығатын боламыз. Аружан екеуміздің таныстығымыз қалай өтті, жолықтық па, не сөйлестік, барлығын 14-да Евразия арнасы қосылу болсын, сол жерде айтып береміз. Бірақ мына образым бөлек болып тұр, галстук тақсам үйленетін бала болып тұрмын. Қалайсыздар? Қаскелең жаққа шығып жатқан жайымыз бар енді. Бір-екі шаруалармен. Сосын негізі бүгін зал еді. Бірақ та енді үлгермей қалатын сияқтымын сағат 3-ке деген. Сосын ары бері жүріп, сағат 3-ке точно үлгермей қаламын залға. Сондықтан ертеңге ауыстырдық. Сол мынандай трикома күледі, бутончик болсын. Похуйымыз қаш, не кесем деп. Главное, долго жүрген жоқпын де. Қалайсыздар, біз бүгін Иу қаласындамыз. 16 сағат пойызбен жүріп келдік. Оңай емес. Екеше досымыз күтіп алған болатын, отельге өзі төлеген. Енді біз ойладық бір 26-30 мың теңге шығар деп. Сөйтіп таңертең тағы да продлевать етейін деп өзіміз төлейін деп жатсақ, 13 мың теңге екен, прикиньте. Иуда өте арзан екен. Гуанчжоуда ең арзан деген 17 мың теңге, 16 мың, 17 мың. Ана жақта шикарный отель, 13 мың теңге. Ию, я тебя люблю. Османның жағдайын сұрап жатқандарға, Осман нормально қазір үйге келіп, сонымен қарап отырмын ғой, нормально әйтеуір. Жақсы оқапты, бірақ температурасы кішкене бар әлі. Ну, уже лучше. Қазір не істеп жатырмын? Тамақ ішіп деп жатырмын. Ешкім палау жасап қойып. Қазір жеп алмасам қарным ашты. Өзім бүгін оказывается жұмысшыларға тамақ алыппын да, өзіме бағана қарным тойыңқырап тұрғаннан кейін самсаған алсағым ғой. Үстімнің бір алғаны бұл қарным қатташып кеткені бар енді. Сол үйге келсем, Осман да ұйықтап, Расыл да ұйықтап отыр. Алашағымның қалай өсіп көрмей отырмын отыр. Мына қалауды қараңыздар, аппетитный. Ең жақсыған. Күшті прям. Енемнің қолдары теріп көрмесін жаным енем. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар достар? Біз үйге ролбунд жағып бастадық бүгін. Құдай қаласа, міне сіздерге көрсетейін ролбундтың қандай болатынын. Бұны істеп жатқан Пернехан деген жігіт. Пернюша, қалай жағдай? Көңіліңіз жақсы да? Міне бізде үш үй деген ой бұл пұска ойнап тұр ғой, бөлек екен мынау. Ролбундпен жұмыс істеу деген бұл өзі бөлек екен. Алла қаласа. Результатын шамалдан кейін саламыз, көрсетемін қалай болғанын. Әзірге жаман емес, күшті болып жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар, амансыздар ма? В общем, бүгін енді мен үшін өте әсерлі сәт болып жатыр. Бүгін енді тойдың бастамасы. Сол, в общем, құдалық болып жатыр бізде ағайын. Той уже басталып кетті, Аллахның қалауымен. Бұйырса, ертең бізде аягөздің ұзатуы. Так что стористан алыстамаңыздар. Екі жаман тауға шықсақ қуаласып қайтады. В общем, нағыз құдалыққа келдік. Дайындық деген страшный енді. Міне, прямая трансляция. Әлшердің туысқандары, міне, құдалыққа келіп тұр. Мында қоржындар, короче. Дайындық мощный. Міне, папасы Әлшер. Батя, өзім сияқты ғой. Жылап жатыр ба? Көрдің эфирде неғып жылай бересің? Құдалар келді, сіздерге ашық көріміз. Ал достар, баршаңызға қайырлы таң. Таң атқанда қайтқанымыз қалай кетті. Даланы қарасаңыздар.
кәдімгі таң атып жатыр уже. Сағат міне. Таңғы мына жерден көрсетейінші сіздерге былай. 5. Таңғы 5. Енді қайтып бара жатырмыз. Таң атқанда қайтып бара жатырмыз ғой. Өйткені өзіміз кеш келдік бүгін. Кеш келсек те біраз жұмыс бітіріп кеттік, Аллаға шүкір. Енді мен бір түсінгенім, оказывается, құмсылаққа қарағанда роддом тез екен. Және раствордың істелуі де оңай, құм тасып оны араластырып оны нетіп жүрмейді екенсің. Өте оңай екен, соған қуанып жатырмыз енді, Аллаға шүкір. Сонымен бүгін біраз жұмыс бітті. Ертең келіп тағы да ұрамыз. Сонымен бұйыртса осы октябрь айында толыққанды сол Родмонттың жағы чистовой чашкасын құйып ала қалса, айтпақ жақын күндер есік терезе келеді. Мен мощный жерден, керемет жерден есік терезе тауып қойдым, Алла қаласа. Оны да сіздермен бөлісемін. Білесіздер ғой, мен қандай нәрсе алсам да, естісем де өздеріңізбен бөлісемін. Сондықтан да күтіңіздер, бұйыртса. Сол есік терезенің де салудың ауылы алыс емес. Есік терезе салынатын болса, үй вообще кайф көрінейін деп тұр. Алла қаласа. Ертең сол терезені шығаратын цехқа барамыз. Цехқа барып, цех жақты бақылап, қарап, бұйыртса қандай материалмен жасайтын барлығына көз жеткізіп қайту керек болып тұр ағайын. Сол баршаңызға сәттілік, таңдарыңыз қайырлы болсын. Таңғы уақытта береке бар дейді ғой. Таңертең ұйықтап қалмай, таңмен оянған адамға Алла тағала ризық несібін үйіп береді екен. Так что таңмен оянған жандардың ризық несібесі көп болсын. Аман болайық.